Ұлттық арнада Қазақстан дауысы екінші маусымның финалы. Жобаның бас жүлдесі 5 миллион теңге. Жеңімпаздың есімі сәлден соң жария етіледі. Ендеше тәлімгерлерден кеңес, жалпы соңғы тілектерін, ниеттерін сұрасақ. Медеу мырза, жалпы биылғы жоба көңіліңізден шықты ма? Биылғы жоба көңілімнен шықты. Жасырмаймын, финалға әр тобымыздан ең мықты әншілер финалға шықты. Өз өнерлерін көрсетті. Мен ойлаймын, бүгінгі кеште бүкіл көрермендердің ойынан шықтық, барлық көрермендердің талғамынан шықтық. Барлық бағыттағы классикамыз да бар, дәстүріміз де бар, заманауи әніміз де бар. Барлығына дұрыс көңілмен шықты. Рахмет, Мадина. Жалпы әрбір жобаның мақсаты болады, міндеті болады. Қазақстан дауысы екінші маусымы өзінің міндетін орындай алды ма? Әрине. Әрине орындай алды. Ең бастысы Қазақстанның ең үздік орындаушысын, әншісін табу. Сол менің ойымша қазір бірер минуттан кейін азамат айтылатын болады, және де өте әділ болады. Өйткені расында да осы финалға дейін үздіктің үздіктері шыға білді. Рахмет. Нұрлан, Қазақстан дауысы ең үздік жобалардың бірі, халықтың сүйіп көретін жобаларына айнала алды ма 2 жылдың ішінде? Қазақстан дауысы тележобасына, Қазақстан ұлттық арнасына, осыны ұйымдастырған үйлестірушілерге алғысым шексіз. Қаншама қазақтың қара көздерінің таланттарын паш етті. Үлкен рахмет. Мен үлкен ниетіммен басым дейм. Рахмет үлкен. Алмас, Қазақстан дауысын сағынасың ба? Бәріміз сағынамыз, азамат. Сағынамыз. Барлығымыз сағынамыз. Барлығымыз асыға күтеміз. Әрине дәл осындай керемет жоба, дәл осы жоба Қазақстан дауысы жалғасын тапса екен деген үлкен бір үмітіміз бар. Рахмет. Ендеше мен барша қазақстандықтардың атынан, өнерпаздардың атынан біздің 4 тәлімгерге алғысымды айтамын. Құрмет, қошеметтеріңіз. Медеу, Мадина, Нұрлан, Алмас. Ал ендеше айлар бойы іздеген үздікті анықтайтын сәт жетті. Мыңдаған дарындардың арасынан суырылып шыққан 4 саңлақтың арасынан 2 үміткер өнер майданына түсті. Олар Данияр мен Бауыржан. Бір өнерпаз ең көп қолдауға ие болды. Маған тек жеңімпаздың есімін айту ғана қалды. Сонымен сан мәрте қошеметке ие болған еліміздің ең таңдаулы екінші маусымның ең үздік Қазақстан дауысы. Және де 5 миллион теңгеге ие болған өнерпаз. Қаншама еңбек, ұйқысыз түндер, төгілген тер. Ат шаппайды, бап шабат дейді. Бап шаппайды, бақ шабат. Барлық өнерпаз талантты, барлығы жүйрік. Бірақ бүгін бақ бір ғана өнерпаздың басына қонбақ. Оны біз қазір бірер секундтан кейін білеміз. Барша көрермен, барша Қазақстан тағатсыздана күтіп отыр. Кім Қазақстан дауысы? Жаңа Ғайгерім айтпақшы, кім ертең нағыз жұлдыз болып оянбақ? Сәл тыныштық. Ол Қазақстан дауысы жобасының 2 маусымында жеңіске жеткен, 5 миллион теңгеге ие болып, Қазақстан дауысы атанған Бауыржан Ретбаев! Тәлімгерлер, барлықтарыңызға рахмет, құрметті көрермен! Мыңдаған үміткер өмір басынаған Қазақстан дауысы бүгін 2 маусымын аяқтады. Көпшілік сүйген
көпшілік қалаған өнерпаздар жеңіске жетті. Ендеше осындай таланттарды іздейтін, көрерменмен қауыштыратын Қазақстан дауысы жобасында қайта қауышқанша сау болыңыздар. Жасасын Қазақстан!